Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді 10 минутта жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Алдымен алмамызға лимон шырынын және қантымызды салып, барлығын араластырамыз. Шетке қойып, тестамызды дайындаймыз. Жұмыртқамызды және қантымызды салып, барлығы 2-3 есе масса болғанға дейін барлығын миксерлеп аламыз. Осындай аппақ болғаннан кейін ситамыздан ұнымызды салып, ситадан өткіземіз. Обязательно бұлай өткізбей салуға болмайды. Ол кезде тестамыз көтерілмей қалады. Пісірген кезде де қатты болып тұрады. Астынан жоғары қарата осылай істейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Алмамызды осылай жайып аламыз. Достар, менің YouTube каналыма подписаться етіп, және лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Және де қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Осылай барлығын біркелкі тегіс қылып жайып шығамыз. Содан кейін осылай тестамызды барлығын саламыз. Осылай жайып шығамыз барлығын. Осымен рулетімізді пісіріп аламыз. Осымен рулетіміз дайын болады. «180 градуста 10 минутта пісіп шығады. Осылай майлықпен жауып, айналдырамыз. Пергамент қағазымызды аламыз. Пергамент қағазымызды алып тастаймыз. Осылай барлығын жақсылап жыртылып кетпеу керек. Осымен рулетімізді айналдырамыз. Осылай майлыққа ыстық күйінде айналдырамыз. Осылай 10 минуттай тұрады. Осымен рулетіміз дайын. Кез келген үстіне начинка қоссаңыздар да болады. Безендірсеңіздер болады. Мен сахарный пудра септім. Осымен өте дәмді, қарапайым заттан жасалатын рулет дайын. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын, жасап көріңіздер және комментарий қалдырып кетіңіздер.